Қиындық қазір саған қиын. Құдды осы қиындық өміріңнің соңына дейін жалғасатындай болып көрінеді. Сенің ойыңша оның түбі жоқ. Бірақ өмірің қанша қиын болмасын, жақсыға сені. Білем, сен дырсып жатырсың, алдыға ұмтылып жатырсың. Өз мақсатыңа қол жеткізгің келеді. Алайда қанша тырысқаныңмен ешқандай нәтиже шықпай жатыр. Сен құдды өзіңді еш нәрсеге жетпеген адам сияқты сезініп тұрсың. Және осы дүние сенің жаныңды ауыртады. Бірақ білесіз бе, өмірде ең ауыры не екенін? Ол өкініш. Сен қиындықтан қорқып арманыңа ұмтылмай, суырт сияқты інде жатып өміріңді өткізіп алғаныңды түсінген кезде, қазір басынан өтіп жатқан қиындық жай ғана уақытша дүние екенін түсінесің. Я қиын, сен кредитіңді жаба алмай жатырсың, бизнесіңді бастай алмай жатырсың, артық салмақтан арыла алмай жатқан шығарсың, мүмкін ауыр дертке шалдыққан боларсың. Сәтсіздік, тағы сәтсіздік, бастаған әрбір ісің сәтсіздікпен аяқталып жатқан болар. Сен бар үмітіңді үзіп, қолыңды түсіріп берілуге дайын шығарсың, бірақ менің саған айтарым, берілме, ешқашан берілме. Бір күн келеді, сен бәріне қол жеткізесің, сен бар қиындықты жеңесің. Я, қазір саған жол көрсетіп ақыл айтатын адам жоқ шығар. Сен өзіңді жалғыз сезініп жүрген шығарсың. Мүмкін сенің ата-анаң, достарың, туыстарың сенің арманыңа қарсы шығар, бірақ бұл берілуге деген себеп емес. Егер сен өмірің қиын деп есептейтін болсаң, саған берер кеңесім, бір күні ауруханаға барып, сонда обырмен ауырып жатқан бүлдіршіндердің бөлімін аралап шық. Немесе мүгедектер үйіне барып, сонда арбаға таңылған, немесе көзі мына әлемнің жарығын көрмейтін адамның жанына отырып, өмірің қиын екенін айт. Бәрін тастап, берілгің келетінін жөнінде айт. Олар сенің бұл сөзіңді естіп, шалқасынан түссін. Бауырым, есіңді жи, біз өмірге бір-ақ рет келеміз, және қиындықтың алдында сынып, берілу үшін келген жоқпыз. Біз жеңу үшін келдік. Сондықтан қандай қиындық болмасын, қандай ауыр сәтсіздік болмасын, берілуші болма, ешқашан берілме. Сенің мақсатыңды естіп, ел жұрт күлкі ететін шығар, бірақ берілме, ешқашан берілме. Тек осылай ғана нағыз жетістікке жетуге болады. Мені жақсылап тыңдап ал. Тырыс, қайта тырыс, мың рет тырыс. Құладың ба, орныңнан қайта тұр, бірақ ешқашан берілуші болма. Берілдің ба, өміріңнің соңында сенімен тек қана өкініш қалады. Себебі сен өз қалаған өміріңді сүре алған жоқсың. Мына әлемнің суығы мен ыстығы, дауылы мен бораны соқса да, жау жағадан алып, ит жеңіңнен тартса да, мың сәтсіздікке ұшырап, ақшасыз қалып жатсаң да, аш құрсақ жалаң жерде жатсаң да, досың сатып, сүйгенің жаныңды ауыртса да, берілуші болма. Орныңнан тұрып, мен жеңбейінше берілмеймін деп айқайла.